Біз Қазақстанда ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары КСР-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. Менің отаныма, менің бастамам республикалық жобалар байқауы. Мен Қазақстанның азаматымын номинациясы «Туған жер халықтар мекені» тақырыбында жобамды қорғайтын боламын. Ермұхан Бекмаханов атындағы мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Жұпар Гүлназбек. Қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығындай сақтауымыз қажет. Этносаралық қатынастың қаншалықты маңызды екенін барлық азамат түсінуі қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақ халқына жолдағаны. Зерттеудің мақсаты оқушыларды түрлі ұлт өкілдерінің тіліне, мәдениетіне, дініне құрметпен қарауға үйрету. Зерттеу мақсатында мынандай әдістерді қолданатын боламын. Статистикалық мәліметтерді саралау, мәліметтерді талдау, сұхбаттар және сауалнама. Қазақстанда байырғы қазақ ұлты және 130-дан астам ұлт пен ұлыстың өкілі тұрады. 2021 жылғы санақтың қорытындысы бойынша қазақтар 7%, орыстар 15%, өзбектер 3%, қалғандары украиндар, ұйғырлар, татарлар, немістер және де басқа ұлт өкілдері жатады. 18-20 ғасырлардың бас кезінде Қазақстанның байырғы халқы өлкенің басым көпшілігін құрады. 1897 жылдан бастап Қазақстан жеріне басқа да ұлттар жер аударыла бастады. Оған орыс шаруалары, ұйғыр, дүнген, татар, өзбек және басқа да этностық топтар құрыла бастады. Жамбыл облысы түрлі ұлт өкілдері көп шоғырланған аймаққа жатады. Оған өзіміздің қазақтар 72% болатын болса, орыстар 9%, түріктер 5%, әзербайжандар 3%, күрдтер 3% және тағы да басқа ұлт өкілдері 5%-ді құрайды. Астыдағы статистикаға қарайтын болсаңыздар, жыл сайын халық санының көбейіп жатқанын көруге болады. Өңірде 75 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Жамбыл облысындағы 371 елді мекеннің 38-інде өзге этностар тығыз орналасқан. Ұлттық мерекелеріміздің де ұқсастықтары бар. Өзіміздің Наурыз мейрамын алатын болсақ, ол жақта сүт өнімдеріне көп мән беріледі. Ал орыстар мен татарлардың Масленица мейрамында да сүт өнімдерін дәріптейді. Ұлттық киім әр ұлттың бет бейнесі. Қазақ, қырғыз, өзбек, татар ұлттарының ұлттық киімдерінде де ұқсастықтарды мына суреттерден көруге болады. Өз мектебімде 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып араларында қысқаша сауалнама жүргіздім. Оның нәтижесінде ұлтаралық қатынастың жақсы болуына тілектес екендерін білдірген. Оқушылардың басым бөлігі татулық, бірлік, келісім төңірегінде оң көзқараста екенін көрсетті. Қорытындылай келе, әр халықтың өзіне тән салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптары туралы пайдалы ақпарат алынып, ұлттық құндылықтардың ғасырлар бойы мәнін жоғалтпайтыны анықталды. Сіз өзіңізді Қазақстанның патриотымын деп санайсыз ба? Менің атым Асия, ұлтым түрк. Мен Қазақстанның патриоты, өзімді Қазақстан патриотым санаймын. Отбасыңызда қазақша сөйлейсіздер ме? Отбасымда, үйде біз қазақша сөйлейміз. Сіз өзіңізді Қазақстанның патриотымын деп санайсыз ба? Әрине санаймын. Өйткені Қазақстанда біз қазақша сөйлей береміз. Үйде де, бывает, иногда қазақша айта береміз сөздерді. Мектепте де қазақша білеміз, сөйлейміз. Қазақстанда тұрғанымызға мақтанамыз. Барлық этнос өкілі қазақтың болмысын бойына сіңіріп жатыр. Бірлігі мен тірлігі жарасқан тәуелсіз еліміз өркендеп, көркейе берсін. Тарих сахнасынан мәңгілік орын алсын. Единство народов – главное достижение нашей страны. There is a beauty and power in unity. We must be united in heart and mind. One world, one people.